Адамның жекесіне өтіп балағаттауға қатысты заңға немқұрайлы қараған азаматтар енді тілдерін сүзгіден өткізуге мәжбүр болмақ. Өйткені агрессор әрбір бейәдеп сөзіне жауап береді. Мәселен, зайыбын балағаттап ар намысын таптағаны үшін Сарыағаш қаласының тұрғыны 10 күнге қамауға алынды. Жарына деген құрметіне қарағанда қызғанышы басым балағат сөз шебері бүгінде Теміртордың арғы жағында әйелін балапыт сөзбен қорлаған үшін өкінетінін айтып әлек. Сарыағаш аудандық полиция бөліміне 1985 жылғы азаматша арызданған. 6 баланың анасы жолдасының моральдық қорлығына күйініп, заң аясында шағымдануға мәжбүр болыпты. Таңнан кешке дейін балаларын асырау үшін базарда тоқаш жасап, сатумен күнелтетін әйелді жолдасы ішімдікке сылқиып, күнделікті балағат сөзбен қорлайтын көрінеді. Нәтижесінде келіншек арызданып, ер адам Темірторға тоғытылды. М есімді азаматша өзінің күйеуі Р есімді азаматқа қатысты осыған дейін бірнеше рет балағаттаған бойынша Сарыағаш полиция басқармасына арызданғаны және бұл бойынша сотқа барып, сотта медиация тәртібімен татуласып, жауапкершіліктен босатылғаны анықталды. Іс бойынша жәбірленуші Р есімді азамат өзінің жұбайына қатысты балағат сөздер айтып, оның қылмыс жасауына түрткі болғанына себепші болғаннан кейін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434 бабына сәйкес 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Сарыағаш полиция басқармасының арнайы қабылдау бөлімінде 10 тәулікке қамалып өзінің жазасын өтеуде. 46 жастағы агрессордың сөзбен жасалған әжуа мазағымен үйдегі қойылымдарына әйелі бұған дейін де 102-ге хабарласып, полиция қызметкерлерін бірнеше рет шақыртқан екен. Қазіргі таңда психологиялық қорлық көрген 40 жастағы жәбірленушімен зорлық-зомбылықпен күрес тобының мамандары, сондай-ақ отбасын қолдау орталығының қызметкерлері жұмыс жасауда. Отбасы бойынша психологиялық тұрғыда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Алайда М есімді азаматшаға біраз отбасын қолдау орталығына ол кісіні жібердік. Отбасымен жұмыс атқару барысында енді бұл ситуация бойынша бұл кісі қанша жылдан бері 2-3 жылдай болып қалды. 102-ге звондап хабарлама беріп, келіп тұратын қорғау нұсқамасы алып, жұмыстар жүргізіліп, бірақ бітімгершілікке келіп, өзінің арызын қайтарып алатын еді. Бұл кісінің бұндай жағдайға бару себебі күйеуі психологиялық, моральдық тұрғыда оны сол жағдайға итермеледі. Ал әйелін арыз жазуға дейін жеткізген анайы сөз шебері айтқан балағаттары үшін өкінетінін айтып әлек. Қызғаныштан көзі көрмей қалатын ер адам қамаудан шыққан соң алкогольге жақындамаймын, әйелімді бейәдеп сөзбен қорламаймын деп сендіруде. Онысы уақытша уәде болмаса игі. Қызғанышпен болып қалып, білмедім енді. Енді екінші қайталамауға уәде берем енді. Тәртіп бұзбауға уәде берем. Істеген тірліктеріме қатты өкініп отырмын. Қоғамды тәрбиелеудің бірден бір жолы қатаң заң мен тәртіп. Бұл өркениетті елдердің тәжірибесі. Айгерім Айтбаева, Нұрдәулет Жолбарыс, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.